Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге таңғы асқа өте дәмді овсянкадан тек қана каша жасай бермей, осындай құймақ жасауға кеңес беремін. 3 түрлі начинкамен дайындайтын боламыз. Сондықтан соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге ең әуелі 3 дана жұмыртқа, артынан шымшым тұз және де 2 ас қасық қант салдым. Егер де қатты тәтті болған қаламасаңыз 1 қасық салсаңыз да болады. Және де 8 ас қасық осындай овсянканы өлшеп дайындап қойдым. Одан соң 1 стақан сүт, барлығын жақсылап миксер немесе блендердің көмегімен біркелкі масса болғанша түйіршіктері болмас үшін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай масса шығады. Енді алдын ала қызып тұрған табамызға осындай аздап сұйық май құйып, жаңағы массамыздан құйып блины тәрізді қылып пісіріп аламыз. Міндетті түрде қақпағын жауып, бетін осылай тез пісетін болады. Сәл қызарғаны жеткілікті болады. Мен сізге сыр түрін начинкасымен көрсетіп жатырмын. Сырды алдын ала теркадан өткізіп, осылай үстіне сеуіп, екі жақ бетін бір-біріне осылай жауып пісіресіздер. Өте дәмді болады. Бұл да ерекше рецептің бірі. Әрине, ішіне салатын начинкаңыз ол сіздің талғамыңызға қарай әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Екінші түрі осылай сгущенка жақтым. Үстіне сосын банан, киви салып әсемдеп осылай бердім. Бұл жерде де өзіңіздің талғамыңызға қарай клубника немесе тағы да басқа түрлерін салсаңыз болады. Бетін осындай сливаның джеммен әсемдедім. Шоколадпен әсемдесеңіз болады. Екінші түріне мен осындай сбитый сливки қолдандым изюмдармен. Мінекей өте дәмді осындай таңғы ас шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сізге ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.